Сіз вакцина салдырттыңыз ба? Коронавирусқа қарсы екпеге деген көзқарасыңыз қандай екен? Сөзсіз, вакцина коронавирусқа шалдығудан толық сақтамаса да, жеңіл түрде өтуіне қауқары бар деп ойлаймын. Нәтижесінде, бәлкім қоғамдық иммунитет қалыптасатында шығар. Қалай дегенмен, адамдарға екпе салдырғанда таңдау еркіндігі болуы шарт. Әсіресе елде әлем мойындаған вакциналар болуы керек деп санаймын. Армалас жұрты, сіздермен бірге Қали Әубәкіров және Қара Жәшік YouTube арнасы. Әлемде коронавирус күші тыйылар емес. Ковидтан қайтыс болғандар мен ауруға шалдыққандар миллиондаған адамдар. Ал елімізде бір тәулікте әлі де шамамен 2000 адам ауруға шалдығып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша жағдай тұрақталып келеді. Дегенмен деп босансуға да болмайды. Ал екпе алу бойынша қоғам сол қалыпты әртүрлі пікірде. Біреулері сеніп, салып жатса, басқалары әлі де не вирусқа, не екпеге сенер емес. Нәтижесінде вакцинация ақпан айында басталған науқан қорытындысы бойынша бүгінде екпенің 2 компонентін шамамен 6,5 миллион қазақстандық салдырған екен. Өкінішке қарай күтіп отырған америкалық Pfizer вакцинасын министрлік әлі де алдыра алмай жатыр. Бірақ бірнеше рет жақын арада алып келеміз деп уәде еткен. Оның өзі осы вакцина түрі тек жасөспірімдер мен жүкті әйелдерге ғана егеміз дейді. Pfizer'дан бөлек Еуроодақта және дамыған батыс елдерінде мойындалған басқа вакцина түрлерін елімізге жетудің өзі бір арман шығар. Қалай дегенмен Pfizer'ді Тәжікстан мен Кения сияқты дамушы елдерді өзі алып үлгерді. Сөзсіз, бұл Американың көмегі болып тұр. Бірақ экономикасы және басқа даму көрсеткіштері бізден кем түспейтін Өзбекстанның өзі 1 миллион шамасында AstraZeneca, 3 миллион Moderna және енді міне 1,2 миллион Pfizer ақштан тегін алып отыр. Өзбек ағайынға еш қарсылығым жоқ. Бірақ олардың билігі біздің билікке қарағанда қалайша осындай келісімге жетіп отыр. Жақсы, кейбіреулер бұл тек қана бір мысал деп айтар. Бірақ қырғыз бауырларымыздың қолында AstraZeneca болса, моңғолдарда AstraZeneca мен Pfizer бар. Қазақстан билігі болса, вакциналарды алдырту үшін 95 миллиард теңге арнайы бөліпті. Сонда елімізде қандай вакцина салдыртты? Ресейлік Спутник 5, отандық Казковид-ин және қытайлық Хаятвакс пен Коронавак. Оның өзі жағдайда сараптасақ, сатып алған қытайлық вакциналарының көлемі шамалы. Сәйкесінше қазақстандықтарға көбінесе тек қазақстандық және ресейлік вакцина арасында ғана таңдау еркіндігі бар. Сонда мен шын айтсам, түсінбей отырмын. Мынау шамамен бөлінген 100 миллиард теңге қыруар ақша көбінесе отандық және ресейлік вакцина алдыртуға кетіп жатыр ма? Қорытындылай келгенде, пайдасы жоқ, бірақ шығындалып кеткен халықаралық экспо не ОБСЕ отырысын өткізуге биліктің күші жетсе, дамыған елдер өндіретін вакцина алдыртуға қауқарлары жетпейді екен. Сонда халықтың сенімі қайда болады десейші? Әйтеуір айдың бір күнінде армандаған күндерімізге жетерміз. Айтпақшы, отандық вакцинаны ТМД-дан бөлек дамыған батыс елдері мойындаған жоқ. Мойындамайды да шығар. Арнаға жазылып, пікір білдіріп, лайк басуды ұмытпаңыздар.